Жан мен Серхат кездеседі. Серхат, Тибет туралы хабар бар ма дейді. Жан, ол жер жұтқандай жоғалып кетті дейді. Серхат, ол менің іздеп жүргенімді біліп, менен қорқып отыр. Мен оны полициядан бұрын табуым керек дейді. Жан, біз оны бірге табамыз. Сені түрмеге отырғызуға жол бермеймін дейді. Серхат, аға, бұл менің шаруам дейді. Тибеттің қайда екенін Берак білетін сияқты дейді. Жан, Берак өтірікші болғанымен ол ана ғой. Тибеттің Илкемді қақып кеткенін біле тұра оны жасырмайды дейді. Илкем ауруханадан үйге шығып, әкесіне еркелеп жүреді. Берак Илкемге хабар алсады, бірақ Илкем анасына ренжіген күйі жауап бермейді. Сосын Берак Серхатқа хабарласып, мен ауруханада болдым, Илкемді шығарып жіберіпті дейді. Серхат, иә, қазір ол үйде дейді. Берак, Илкем маған жауап бермей жатыр дейді. Илкем сені көргісі келмейді, оған уақыт бер, дайын болған кезде мен саған хабарлаймын дейді. Зейнеп Серхатқа, сенің Беракпен сабырлы сөйлегеніңді алғаш рет естіп тұрмын дейді. Серхат Зейнептің телефонын сындырып тастағандықтан оған жаңа телефон алып береді. Азра Ариф мырзаны жолыңыз болсын деп жұмысына шығарып салады. Эбру ата-анасын сырттан бақылап тұрады. Әкесі кеткен соң Эбру үйіне келеді. Анасы Эбруға, қызым сен үйге келдің бе дейді. Эбру ашуланып келіп, мен үйге тек Джиханның әйелі болып келемін. Бірақ алдымен Азра Джиханнан кетсін дейді. Эбру Азраға, сен ажырасу процесін қанша уақыт созғың келсе соза бер. Джихан бәрібір сенімен ажырасады, түсіндің бе дейді. Рафика таңғалып, Азра, сен Джиханға ажырасуға рұқсат бермей жүрсің бе дейді. Азра, жоқ, керісінше, ажырасуды созып жүрген Джиханның өзі. Кеше ол мені әдейі алдап, сотқа барғызбай қойды. Маған анамның жағдайы нашарлап кеткенін айтып қоңырау шалды, бірақ бәрі өтірік болып шықты дейді. Эбру Азраға, сен өтірігіңмен тек ағамды ғана алдай аласың дейді. Эбру анасына, сен бұның не істегенін білесің бе? Сенің ұлыңды өсімқорға қарызға батырды дейді. Рафика таңғалып, қандай қарыз, не айтып тұрсың? Азра, ол рас айтып тұрма дейді. Азра қорқып, ол анамның операциясына ақша алған, бірақ уайымдамаңыз, бәрін өзім қайтарам дейді. Эбру Азраға, қолхатта менің ағамның қолы тұр. Сен менің ағамды қарызға батырдың, ал менің ағам жай ғана саған сенген ақмақ болды дейді. Рафика, менің ұлым фургонды сол үшін сатқысы келген екен. Сол үшін түнгі күзетші жұмысқа кірген екен ғой дейді. Азра, бұл менің қарызым, оны өзім төлеймін дейді. Рафика Азраға ашуланып, сен біздің өмірімізге қайдан ғана келдің? Сен де, күйеуің де балаларымнан айырылмай жабысып алдыңдар. Біздің өмірімізді құртатындай біз сендерге не істедік дейді. Берактың үйіне анасы келеді. Анасын көрген Берак таңғалып, ана, қайдан келдің дейді. Анасы Беракқа, жолы болмаған қызым-ай, немерем қалай, жақсы ма дейді. Берак ашуланып, қандай немере? Сен оны өміріңде бір ретте көрген жоқсың дейді. Анасы Беракқа, басыңнан қаншама нәрсе өтіпті ғой. Ажырастың, қыздарыңның қамқорлығын Серхатқа беріпсің, енді көлігің де өртеніп кетіпті дейді. Берак, қызым менің, мен сені қолдауға келдім дейді. Берак, неге келдің? Кенеттен аналық сезімі оянып кетті ме дейді. Мен сенің не үшін келген себебіңді білемін, айтайын ба? Отбасыңды тастап кеткен әлгі еркек банкрот болып, сен түксіз қалдың, сол үшін маған келдің бе дейді. Мен ол кезде кішкентай едім. Саған менің салған сүйретім ұнамады. Мен келгенше дұрыстап салып қой дедің, бірақ өзің қайтып келмедің. Басқа еркекке тұрмысқа шықтың дейді Берак анасына ашуланып. Анасы Беракқа, бірақ мен сен сияқты некесіз бала туған жоқпын дейді. Менің түсінбейтінім, сен қалайша Серхаттай ер адамға опасыздық жасадың дейді. Зәулім үйді тастап, қалайша бұл ауданға келдің? Мен газеттен Серхаттың әйелін көрдім, өте әдемі, жас екен. Мейлі, сен күйеуіңді жоғалтып алдың. Ал енді сол үшін неге күреспейсің дейді. Берак ашуланып, сенің жұмысың болмасын дейді. Анасы, Берак, мүмкін мен ең жаман ана болған шығармын. Бірақ сен маған сенші, мен бәрін түзетемін. Күйеуіңді өзіңе қайтарамын дейді. Берак анасына ашуланып, мені өміріңнен қалай кетірдің, қазір менің үйімнен дәл солай кет дейді. Анасы Беракқа, менің баратын жерім жоқ дейді. Берак анасының қолынан ұстап үйінен шығарып жібереді. Анасы, сен мына түріңмен балаларға не тәрбие бересің? Өз туған анаңды далаға шығарып тастайсың ба дейді. Берак, менің қыздарым маған олай жасамайды дейді. Берактың анасына деген өкпе-реніші қара қазанда еді. Рафика Илкемнің жағдайын білуге Серхаттың үйіне келеді. Зейнеппен сөйлесіп отырып, Мұстафаның өсімқорларға қарызы бар екенін айтып қояды. Зейнеп таңғалып, ол шынымен қарыз алды ма дейді.
Рафика Азраның анасының операциясына ақша керек болған екен алған екен дейді. Зейнеп ашуланып, мен одан өзім де сұрап едім, қарыздың қайдан шыққанын білгім келді. Азрамен байланысты ма деп те сұрадым, бірақ ол жоққа шығарды дейді. Рафика Азра оны өзім төлеймін дейді, бірақ мен оған сенбеймін. Мұстафа тіпті фургонды да сатуға тырысқан дейді. Зейнеп ағам Азраны соншалықты жақсы көре ме дейді. Рафика Алла сақтасын, олай айтпа дейді. Зейнеп ана, бәрі түсінікті емес пе? Ол оны жақсы көреді, тіпті ол үшін отқа да түсуге дайын дейді. Рафика бірақ сол махаббаттың кесірінен бізді өзімен бірге құрдымға сүйреп бара жатыр дейді. Кешкісін Серхат Бераққа хабарласып, Илкемнің жағдайы жақсы, уайымдамауың үшін хабарласып тұрмын дейді. Берақ айтқаның үшін рахмет, онымен сөйлесуге бола ма дейді. Серхат Илкем қазір ұйықтап жатыр, мүмкін ертең оны көндіріп саған қоңырау шалғызармын дейді. Берақ жарайды, ертең де күтуге дайынмын дейді. Серхат Берақ екеуміздің басымыздан қаншама жағдай өтті, жеке отырып сөйлесуіміз керек дейді. Қыздарымыздың болашағы туралы сөйлесу үшін кездесіп, бәрін талқылауымыз керек дейді Серхат Бераққа. Сол сәтте Зейнеп келіп қалып, Серхат Берақты кездесуге шақырғанын естіп қояды. Берақ жарайды, маған мекенжайды жібер, сол жерде кездесеміз дейді. Берақ Серхат шақырған мекенжайға келеді. Берақ Серхатқа сол жағдайдан кейін сен маған алғаш рет жылы жүзбен қарап тұрсың дейді. Мен бұны ұзақ күттім дейді. Серхат Берақ бізге көп нәрсені талқылау керек. Саған ұсыныс жасаған үй есіңде ме дейді. Серхат мен шындықты білмей тұрғанда сол үйді сатып алған едім. Үйлену тойымыздың жылдығында сені сол жерге апарғым келген дейді. Берақ Серхатқа кешірші дегеннен басқа амал жоқ. Серхат қазір сол жерге барғың келсе мен сені алып барамын дейді. Берақ әрине барғым келеді деп келіседі. Онда кеттік деп Серхат Берақты яхтаға отырғызып алып кетеді. Зейнеп Серхатты Берақтан бір жағынан қызғанып та уайымдайды. Көңілі тек Серхатқа ауып отырады. Серхат Берақты айтқан үйіне алып келеді. Берақ бұл жер еш өзгермеген екен. Біздің өмірімізде өзгермеген жалғыз нәрсе осы жер екен дейді. Маған қазір сен қайтадан ұсыныс жасайтындай көрінесің. Біздің тарихымыз, махаббатымыз осы жерде басталған еді ғой дейді. Берақ терезені ашпақшы болғанда оның жабық екенін байқайды. Мына терезе неге жабық дейді. Берақ Серхатқа қарап, неге сен маған жек көрінішті көзбен қарап тұрсың дейді. Серхат себебі мен сені әлі де жек көремін. Дәл осы жерде мен сенен маған тұрмысқа шығасың ба деп сұрағанмын, ал дәл қазір саған басқа сұрақ қоямын дейді. Серхат Бераққа Тибет қайда деп сұрайды.